жаңа тақырыбымыздан Абайдың 31-ші қара сөзі. Енді біз жауап берейікші, өткен тақырыптарымызда Абай атамыздың қандай шығармаларымен таныстық, қандай өлеңдерін білеміз, қандай қара сөздерін білеміз, қандай өлеңдерін білеміз асыл? Иә. Ғылымдатан атамға және сөздерін өлеңді ермекші. Сосын біз бірінші мен 7-ші қара сөздерді толығырақ өтіп шықтық. Жақсы, рахмет. Енді біз бірінші және қара сөздерін білеміз, яғни бүгін бізде 31-ші қара сөзі. 31-ші қара сөзді Абай атамыз 1895 жылы жазған екен. Енді Абай атамыз ұлы ақын, тек қана біздің қазақ еліне емес, бүкіл әлемге аты танылған кісі. Ол туралы біздің Мұхтар Әуезов атамызда үлкен роман эпопея жазған болатын. Абай жолы роман эпопеясын өзінің 20 жылдық ғұмырын арнап жазған. Енді сол сияқты Абай атамыз шығыстың көптеген ақын жазушыларының өлеңдерін оқып зерттеген кісі. Мысалы Низами, Науаи сияқты шығыс шайырлардан да көп білім алған тұлға екен. Енді қазақ әдебиетінде жазбаша өнердің жолын бізге ашып берген Ыбырай Алтынсарин болса, одан кейінгі жолды бізге көрсеткен Абай Құнанбаев атамыз екен. Олай болса, Мұхтар Әуезов атамыз былай деген екен. Абай терең теңіз, алып мұхит. Абайды таныған сайын, оның түбіне маржандарын алу үшін сүңги беруім керек. Ал мен оның бетін ғана қалдырдым дейді. Жаңа мен айтып өткендей, 20 жылдық ғұмырын Абай атамыздың өмірін зерттеумен, кітап жазумен айналысса да, ол жаңағы терең теңіз, алып мұхиттың бетін ғана қалдырып алдым деп айтып өткен. Олай болса, қазір балалар сіздердің назарларыңызға 31-ші қара сөзі мұқият тыңдаймыз. Естіген нәрсені ұмытпастыққа төрт түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлауды берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде, ел көргенде ғибратлану керек. Көңілдені, тұшынып, ынтамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып, ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселді нәрселерден қашық болу керек. Егер кез болып қалса, салып алу керек. Ой кеселді, уайымсыз, салғыртты. Ойыншы күлкішілдік, я бір қайыққа салу, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу. Бұл төрт нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыратқан нәрселер. Жақсы балалар. Енді ой кеселдерін, енді осы жаңа мені видео тыңдаған кезде, балалар, есте сақтау қабілетті шыңдау деген нәрсе бар еді ғой, олар қандай болмақ керек дейді. Көкірегі байлаулы, берік болу керек, естіген сөзден үлгі алып, ынтамен тыңдау керек дейді. Іштей бірнеше рет қайталау керек. Ой кеселді нәрселерден қашық болу керек дейді. Ал енді ой кеселді нәрселер деп отырғанымыз, балалар, уайымсыздық, салғырттық, ойыншы күлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу секілді, бұл төрт нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыратылған нәрселер дейді екен. Жақсы. Енді біз балалар Абайдың қара сөздеріндегі тақырыптарға тоқтала кетейік. Абайдың қара сөздері, қанша қара сөз бар екенін білеміз балалар? 45. Нөмірін айта қойшы. Абайдың
45 қара сөзі бар. Абай атамыздың 45 қара сөзі бар екен, иә? Жақсы, отыра ғой. Енді бізге жеткен мәліметтер бойынша Абай атамыздың 45 қара сөзі бар дейді, бірақ ол негізінен 46 қара сөзден тұрады екен. Ал 46-шы қара сөзі ол қазақ халқының шығу тарихы туралы жазған туындысы екен, иә? Енді осы қара сөздерде негізгі 7 тақырып балалар қарастырылады екен. Олар ар-ұят, адамгершілік, дүниенің тылсым сырларын тану, надандық, жалқаулықты сынау, ғылым, білім, өнер, қазақтардың мінез құлқы, қазақ мақалдары және еңбек туралы жазылған екен. Енді біз өткен сабақта айттық, иә? Қай сөздерін білетін едік біз? Диана? Бірінші және жетінші қара сөздер. Енді осы жерге назар салып қарасақ, сол біздің сөздеріміз Абай атамыздың қай тақырыпқа сай келеді екен? Балалар айта қойшы. Иә, қалай екен? Сезім? Дүниенің тылсым сырларын тануға жатады екен. Жақсы. Енді дәптерімізді ашамыз балалар. Осы жерде бізде сөз маржан берілген, иә балалар? Бірінші сөз қандай екен? Кім оқиды? Азат оқи қойшы. Қай сөз бізге түсініксіз? Кесел. Кесел деген сөз не мағына береді? Ауру, сырған, жел, Сөз маржанды оқиықшы тақтадан. Аса оқиықшы. Кесел, ауру, сырқат, дерт, ауыспалы мағынада ұнамсыз, дағды, жаман әдет. Жақсы, отырады. Енді тағы да бір сөз бар екен, салғырттық. Асыл. Салғырттық дегеніміз селқылықтық, енжарлық деген мағына білдіреді. Жақсы. Енді жаңа тақырыбымыздың мағынасын ашып алу үшін балалар, мен қазір осы 3 топқа жұмыстар таратып беремін. Сол бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Бірінші топ. Бірінші топ тақырыбы Абай қара сөзін қандай тақырып қоюға болады дейді. Екінші, Абай неліктен бұл 4 нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыратұғын нәрселер деп айтады. Сөзіміздің идеясын анықтайды. Топпен бірге жұмыс жасап, сұрақтарға жауап береміз. Жақсы, қай топтайын балалар? Асия? Біздің тақырыбымыз ұмытпастыққа 4 түрлі себеп деп қойды. Ұмытпастыққа 4 түрлі себеп, иә? Жақсы. Енді қай топтайын? Қай топтайын? Көкірек байлығы беріп болмақ керек. Екіншісі, сол нәрсені естігенде, я көргенде жүрек атауымыз керек. Үшіншісі, сол нәрсені ішінен бірнеше рет қайтарып көңілге бекіту керек. Төртіншісі, ой кеселерінен қашық болу керек. Жақсы, отыра қойыңыз. Ақыл мен ғылым тоздыратұғын нәрселер айтқан себебі, бұл жерде өзі де айтып тұр. Бұны біз ақиқатқа түсінсек, барлығы нақты-нақтыларын айтып жүр. Және де бұл нәрселер шынымен де ақыл мен ғылым тоздыратұғын нәрселер. Жақсы. Енді үшінші топ қара сөздің идеясы неге айта қоямыз? бір ақылды естіген кезде оны ойланып, тұшынып, көңілге бекіту керек. Және де жаман әдеттерге бармауымыз қажет. Жақсы, отыра. Ақын Сұлтан Махмұт Торайғыровтың асыл сөзді іздесең, Абайды оқы, ерінбетіп, кейінгілерге қалдырған өнегелі сөзінің өзінен көп сырды аңғаруға болады. Абай шығармаларын оқып, қажетімізге жаратсақ, ол біздің ақын рухына деген құрметіміз болары сөзсіз екен, балалар.